Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі сабағымыз энергия және импульс деп аталады. Энергияның сақталу заңы. Энергия әрдайым сақталады, яғни формасын өзгертеді, жойылмайды, жоқтан бар етілмейді, тек қана формасын өзгертіліп, ол сақталады. Немесе өзгертілмей сақтала береді. Импульстің сақталу заңы. Соңғы импульс бастапқы импульсқа тең. Импульс деген МВ, өлшем бірлігі импульстің неге тең? Килограмм метр бөлінген секунд. Сонымен қатар импульс әртүрлі бағытта болады. X, Y және Z бағыттары бір-біріне тәуелсіз қарастыра берсе болады. Серпімді және серпімсіз импульстар болады. Серпімді деген энергия мен импульс қатар сақталады. Серпімсізде энергияның бір бөлігі жылуға айналады. Механикалық энергияның бір бөлігі жылуға айналады. Жақсы, енді сұрақтарды бастайық. Бірінші сұрағымызда массасы М брусок В0 жылылығымен жылжиды. Және де массасы 2М брусок тыныштық күйінде тұрады. Сосын осыны соққаннан кейін, егер үйкеліс коэффициенті мюға тең болса, арақашықтықтары қандай болады дейді кейін. Біз кейінгі жылдамдықтарын былай қарастырайық. М-дікі былай қарай В1 болсын, 2М-дікі В2 болсын. Сонда абсолютті серпімді болғандықтан импульс сақталады. Және де энергия. Бұл жерде тек кинетикалық энергия болады. Тура соқтығыстың алдындағы және соқтығыстан кейінгі бұлар сақталады. М бөлінген екілерді қысқартайық. М-дерді қысқартайық. Бұнда бұл V2. 2V2 неге тең? В0 азайтылған В1. Онда 2V2 квадрат. В0 квадрат азайтылған В1 квадратқа тең. Демек бұл 2 көбейтілген. В0 азайтылған В1-дің квадратына квадратындағы бөлеміз 4-ке. 2-лер қысқарады. Сонда В0 квадрат азайтылған В1 квадратты біз В0 азайтылған В1, В0 қосылған В1 көбейтілген 2 деп аламыз, пропорция. В0 азайтылған В1, В0 азайтылған В1 болады. В0 азайтылған В1-лер қысқарады. 2 В0 қосылған 2 В1 неге тең? В0 азайтылған В1-ге тең. Сонда 3 В1 тең болады минус В0. В1 тең болады минус В0 бөлінген 3. Ал В2 неге тең? 2 В2. В0 азайтылған минус ол плюс В0 бөлінген 3. 3-тен береміз. Бұл 4 В0 бөлінген 3. В2. 2 мен 4 қысқарады. 2 В0 бөлінген 3 болады. Сонда соқтығыстан кейін мынау артқа қарай В0 бөлінген 3-пен жылжиды. Мынау алдыға қарай 2 В0 бөлінген 3-пен жылжиды. Екеуінің де үйкеліс коэффициенттері бірдей болғандықтан үдеулері μg, бұныкі да μg болады. Сонда арақашықтықтары L1 қосылған L2 деп алсақ болады. L1 ол В0 бөлінген 3-тің квадраты бөлеміз 2 μg-ға. L2 болса 2 В0 бөлінген 3-тің квадраты бөлінген 2 μg. Бұл неге тең? В0 квадрат бөлінген 18 μg. Мынау 4 В0 квадрат бөлінген 18 μg. Сонда жалпы арақашықтықтары 5 В0 квадрат бөлінген 18 μg-ға тең. Екінші есебіміз бізде мына бірінші дене М1, В1, яғни импульсі неге тең? P1 0,6 метр секунд килограммға тең. Осы екінші денемен абсолютті серпімді соқтығысады дейді. Оның импульсі тоже 0,2-ні 3-ке көбейтеміз. 0,6 килограмм метр секунд. Бірдей екен импульстар. Сол үшін жалпы алғашқы импульс ол P1 азайтылған P2 тең болады 0-ге. Соңғы импульс та солай болу керек. Мынау
Былай қарай U деген жылдамдықпен жылжысын M1. Ал M2 болса, былай қарай V деген жылдамдықпен жылжысын. Сосын біз абсолютті серпімсіз болғандықтан біз энергия сақталу заңын жазайық. Соңғы жылдамдықтарын тауып алайық. Алғашқы энергиясы неге тең? Бұл энергия екеуі соқтығысқан кезде максимально сығылғанда екеуі қозғалмай тұрады, себебі жалпы импульс нөлге тең ғой. Осы моментте бұл деформация энергиясы, яғни kx квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Бұл энергияны табайық. 0,3 көбейтілген V1 ол 2 квадрат бөлінген 2 қосылған 0,2 көбейтілген 3-тің квадраты бөлінген 2. Мына 0,6 қосылған 0,9 болады, 1,5 джоуль болады екен алғашқы энергия. Соңғы энергия M1U квадрат бөлінген 2 қосылған M2V квадрат бөлінген 2 тең болады E'ге. Импульстар неге тең? M1U тең болады M2V. Бірінші пунктті шығардық. Енді екінші пунктті шығару үшін бізге жылдамдықтар табу керек. M1U квадрат бөлінген 2 қосылған. U-дің орнына біз M2V бөлінген M1-ді жазсақ болады, керісінше біз U-мен жазуымыз керек қой. U-ды тапқымыз келіп тұр. M1U бөлінген M2 тең болады энергияға. Так, бұл жерде бізде M1U квадрат бөлінген 2 1 қосылған M1 бөлінген M2 болады. Тең болады E. Енді U квадрат бізде неге тең? 2 көбейтілген 1,5 бөлінген M1 бізде 0,3-ке тең. 1 қосылған M1 бөлінген M2 бұл 1,5-ға тең, я? Сол үшін бұл 2,5 болады. Сонда мұны екеуін қысқарсам 5 болады. Мұны екеуін қысқарсақ мұнда 5, мұнда 4. 5-тер қысқарады, сонда 4 болады екен. U плюс-минус 2 квадрат. Значит, V неге тең болады? M1U бөлінген M2, я? Яғни 0,3 көбейтілген 2 бөлінген 0,2 тең 3 метр секунд. Демек, L неге тең? V қосылған U T-ға тең. 2 метрді бөлеміз. 2 қосылған 5 метр секундқа 0,4 секунд болады. Келесі бұл өте қиын Всероссийскийдің 11-ші сыныбынан алған есеп екен. Енді осындай тегіс столдың бетінде гантель неден жасалған? Радиусы R дисктардан жасалған, және олардың арақашықтығы L неге тең? 2T+3 R-ға тең. Бір гантель тұрады, екінші гантель оған қарай V жылдамдығымен жылжи бастайды. Тура соқтығысқаннан кейін не болады? Осы соқтығысқаннан кейін бұл гантельдің жылдамдығы, яғни екеуінің массалары M бір-біріне тең ғой. Екі заттың массасы бірдей болатын болса, соқтығысқаннан кейін мына біріншісінің жылдамдығы 0 болып, екіншісінің жылдамдығы V-ға тең болады, е? Осылай болады. Яғни бұл екеуі центрден айнала бастайды деген сөз. Центрлері V бөлінген 2 жылдамдығымен жылжиды. Относительно центрге байланысты қарастырайық. Байланысты қарастырсақ, бұлар қалай жылжиды? V бөлінген 2,
Мынау артқа қарай v бөлінген 2-мен. Мынау алдыға қарай v бөлінген 2, ал мынау артқа қарай v бөлінген 2. Центрдің U деген жылдамдығына байланысты біз қарастырып отырмыз. Сонда екеуі де бірдей омегамен айнала бастайды екен, центрлерінен. Бұл омегамыз неге тең? V бөлінген 2-ні L бөлінген 2-ге бөлеміз. Сонда V бөлінген L-ға тең. Үстіп екеуі полный оборот почти жасайды. Толығымен айналып бара жатып, енді мынан 1, 2 дейік, мынау 3, 4 деген диск болсын. Сонда 2 деген диск жоғары көтеріледі. Так, 2 былай жоғары көтеріліп, сол кезде 1 төмен түсіп, мына жерде 4 жоғары көтеріледі. 2, мынау 1, жоқ. Біз қисық қалайық бұны. Мынау бізде 2, иә, былай қарай жоғары көтеріліп бара жатыр. Біз әлі де центр массаның санақ жүйесінде қарастырып жатырмыз. Мынау бізде 4. Мынау былай қарай, ал мынау былай қарай жылжып бара жатыр, е. Мынау былай қарай жоғары, мынау төмен қарай. Мынау бізде 3. Өйстіп жылжып бір нүктеде екеуі соқтығысады бір-бірімен. Қандай нүктеде соқтығысады екен, оны біз былай табайық. Басында мына моментте қараңыздар. Екеуі мына жақтан 2 арқашықта орналасқан, е. Ал мына жақта центр массалар қандай қашықта орналасқан бір-бірінен? L, яғни 2 түбірас 3 қашықта орналасқан. Сонда екеуінің ара қашықтығы неге тең? Есептейміз. Мына жағы 2R, мынау 2R түбірас 3. Түкбұрыш, түшбұрыш. Сонда бұл қарап отырсақ 4R квадрат қосылған. Мынау 4 көбейтілген 12 R квадрат түбірасты болады, е. 2 центр бір-бірінен, түбірасты 16 R квадрат, ол 4R. 4R қашықтықта орналасқан. Так, демек, мына жерде екеуі де тоже бір-бірінен 4R қашықтықта орналасады, е. Мынау бізде неге тең? R-ға тең. Мынау L бөлінген 2, яғни R түбірас 3-ке тең. Мынау да бізде 2R-ға тең. Көрдіңіздер ме? Значит, мына жер бізде 90, так, мынау емес, точнее. Мына жер бізде 90 градус болады. Бүйтіп тұр. 2R болса, мынау R болса, мынау R түбірас 3 болса, так, мына бұрыш неге тең? Мына бұрышқа тең, е? Мына бұрыш бізде тета, синус тета тең болады R бөлінген 2R, яғни 1 бөлінген 2. Тета бізде 30 градус болып тұр. Ал енді біз мына үлкен 3 бұрышты қарастырайық. Бастапқыда мына 3 бұрыш. Мына жерде альфа деген бұрыш неге тең? Синус альфа 2R бөлінген 4R. 1 бөлінген 2. Яғни альфада бізде 30 градус. Демек, мынау да 30 градус, мынау да 30 градус. Яғни 60 градуста мынандай соқтығыс болады екен. Яғни мынау былай қарай негізі V бөлінген 2-мен, мынау былай қарай V бөлінген 2-мен жылжып жатыр, е? Жоғары қарай V бөлінген 2-мен, мынау да төмен қарай V бөлінген 2-мен. Екеуі бірдей болғандықтан соқтығыстан кейін екеуі жылдамдықтарын алмасады. Сол үшін соқтығыстан кейінгі жылдамдықтары
неге тең болады? Керісінше болады. Сонда төмен қарай уже v бөлінген 2-мен, мынау болса жоғары қарай v бөлінген 2-мен жылжи бастайды. Яғни біз мына бұрыштың толығымен 60 екендігін дәлелдедік. Демек, мынау бізде не болады? 30 болады, себебі 90 градус қой. Сонда олар вертикалыға 30 градуспен былай қарай жылжи бастайды екен. Ал енді толық жылдамдықтарын қарастыратын болсақ, бұлардың міне былай қарай v бөлінген 2 деген жылдамдықтары бар, және де былай қарай v бөлінген 2 деген жылдамдықтары бар. 30 болса, олар былай қарай жылжиды. Бұл не болады? Бұл тоже 2-ке бөлеміз. 30-30-дан болады. Сонда былай қарай проекциялары v бөлінген 2, 2 көбейтілген, v бөлінген 2 көбейтілген, төбірас 3 бөлінген 2 болады. Сонда бұл вертикальмен 60 градус, горизонтальмен, мына жылдамдығы вертикальмен 60, ал горизонтальмен 30 градус, v төбірас 3 бөлінген 2 болады. Ал бұлар астыңғы жылдамдықты қарастыратын болсақ, қазір астында мынау 30 градус, мынау бізде былай қарай жылдамдықтары бар тағыда, центрінің. Сонда мынау 120 болса, мынау 60-60-тан. Сонда екеуінің проекциялары былай қарай болады, екеуінде проекциясы. Сонда 2v бөлінген 2 көбейтілген, косинус 60, ол синус 30-ға тең v бөлінген 2 болады. Сонда астыңғы гантель, үстіңгі гантель горизонтальмен v төбірас 3 бөлінген 2 30 градуспен жылжыса, астыңғысы 60 градуспен v бөлінген 2 жылдамдығымен кетеді екен. Жалпы жылдамдығы осы. Относительно центра осы жылдамдық. Келесі есебіміз. Трубка в виде петли установлена на платформе, находящейся на гладкой горизонтальной поверхности. Массасы m, бұны былай қарай ішімен жібереді. Сосын ол былай айналып барып, мына жерден шығып кетеді. Ал платформаның массасы 3m, бұл шариктің массасы m-ға тең. Сонда бірінші жағдай дейді, егер платформа столдың бетінде бекітілген болса, бұның жылдамдығы неге тең дейді. Біз бірінші жағдайды қарастырайық. Ол жерде платформаның жылдамдығы 0-ге тең болады. Онда mgh бастапқы энергия, соңғы энергия mgh қосылған mv квадрат бөлінген 2 деп табамыз. Сонда бізде v квадрат 2gh азайтылған h, яғни жылдамдық бізде төбірасты осылай болады. Екінші жағдай. Платформа не закреплена и после вылета шарик движется поступательно дейді. Екінші жағдайда уже платформаның оң жаққа қарай жылдамдығы болады. Неге? Себебі импульс сақталады ғой. Қараңыздар. Дельта px бөлінген дельтаты, горизонтальный импульсы fx сыртқы болу керек. Бізде ешқандай сыртқы күш жоқ қой. Яғни мынау платформаға бүйтіп әсер еткен кезде, бұл платформа былай қарай, бұл платформаны былай қарай итереді, бірақ платформа шарикті былай қарай керісінше итеріп жатыр. Сол үшін сыртқы күш көп саналмайды. Сыртқы күш 0-ге тең. Сол үшін импульс сақталу заңы бойынша mv тең болады 3mu. Және де энергияны жазатын болсақ, mgh бастапқы энергия, соңғы энергия mgh қосылған mv квадрат бөлінген 2 қосылған 3mu квадрат бөлінген 2 болады. Бізге v-ны табу керек. Сол үшін u бізде v бөлінген 3-ке тең. Соны орнына қойайық. m-дарды қысқартып жібереміз. gh азайтылған h 2 тең болады. v квадрат қосылған 3u квадраттың орнына v квадрат бөлінген 9-ды қойсақ болады. 3-тен болады. 3-тен береміз. Сонда 4v квадрат бөлінген 3 болады. Сонда v квадрат бізде
3 көбейтілген 2G H азайтылған H бөлінген 4. 2 мен 4 қысқарады. Сонда жылдамдық түбір асты 3G H минус H бөлінген 2-ге тең болады. Жақсы. Енді келесі есеп. 3M деген кішкентай дөңбешік бар. 3M массасы бар. M деген шайба. Шайбаны былай жібергеннен кейін шайба осылай бета деген 30 градуспен былай қарай ұшады. Сонда осы ненің дөңбешіктің жылдамдығы U-ге тең болатын болса, онда бізге мына H-ты табыңыз дейді. Біз дөңбешікке салыстырмалы түрде бұл қандай жылдамдықпен ұшады? Былай қарай, V деген жылдамдықпен мына бұрыш, яғни бұл мына бұрышқа тең, мына бұрыш бізде 30 градусқа тең. 30-бен ұшады. Бірақ дөңбешік артқа қарай тағы да U-мен кетеді ғой. Сол үшін бұның жалпы жылдамдығы, бұл заттың жылдамдығы, яғни бұлай 2 неге бөледі проекцияға. Бұл V синус 30-ға тең, себебі қарама-қарсы кетеді. Вертикальный жылдамдығы V косинус 30-ға тең. Сонда біз мына жерден импульс жазатын болсақ, импульс 10-ға қарай mv синус 30 азайтылған U тең болады, солға қарай 3mu болады, m-дарды қысқартамыз. V синус 30 ол 1 бөлінген 2 болады, тең болады 4u. U тең V бөлінген 8, точнее V тең 8u деп алсақ болады. Енді бұл заттың толық жылдамдығын табайық. Vx неге тең? V бөлінген 2 азайтылған U. Яғни Vx 4U азайтылған U, яғни 3U-ға тең. Ал Vy неге тең? Ол V көбейтілген косинус 30. V бізде 8U, косинус 30 түбір асты 3 бөлінген 2. 2 мен сағат 4 түбір асты 3U болады. Енді біз энергияны жазайық. Бастапқыда бізде потенциалдық энергия бар, mgh. Соңында тек кинетикалық энергия, мұнау дөңбешіктің энергиясы, ал шариктің энергиясы бұл 3u квадрат қосылған 4 түбір асты 3u квадраттан тұрады. Массаларын қысқартамыз. Сонда gh неге тең? 3u квадрат қосылған 9u квадрат қосылған бұл 16 жердегі 3-ін 48u квадрат болады. Бұнда 48-ге 9-ды қосатын болсақ 57, 3, 60 болады. 60u квадрат бөлінген 2 тең 30u квадрат. Сонда бізде h неге тең? 30u квадрат бөлінген g-ға тең. Келесі және бүгінгі соңғы есебіміз. Осындай дәу ауыр зат шетінде мынандай цилиндр бар дейді. Цилиндр қуыс бар, цилиндрлік, жарты цилиндрлік қуыс. Өте ауыр зат, U жылдамдығымен жылжып келе жатыр. Кішкентай m массасы бар шарик, размері де өте кішкентай шарик, V жылдамдығымен жүріп келе жатыр. Және де бұл шариктің осы B нүктесіндегі брусокқа байланысты жылдамдығы неге тең дейді. Біз бұны брусоктың, дәу заттың санақ жүйесінде шығарайық. Бұл заттың санақ жүйесінде бұл шариктің жылдамдығы басында V қосылған U болады. Ал мына жерде неге тең болады?
бұл жердегі потенциалдық энергиясын табайық. Мынау r косинус фиге тең, мынау r-ға тең, иә? Косинус фи бізде 2 бөлінген 3r. Сонда мына h жалпы биіктігі r қосылған 2r бөлінген 3. 3-тен беретін болсақ, сонда 5r бөлінген 3 болады. Сонда бұның b нүктесіндегі жылдамдығы неге тең? M бастапқы энергия, кинетикалық энергия болады. Яғни mv қосылған u квадрат бөлінген 2 тең болады. Соңында mu штрих квадрат бөлінген 2 қосылған потенциалдық энергия mg көбейтілген 5r бөлінген 3. Массалары қысқарады. Сонда u штрих квадрат тең болады v плюс u квадрат азайтылған 10rg бөлінген 3-ке тең. Мына жылдамдығы бізде түбір асты осыған тең болады екен. Енді сол нүктедегі жаңағы нені табыңыз дейді. Күшті табу үшін біз тоже неге брусоктың санақ жүйесінде шығарамыз. Яғни бұл жерде оның жылдамдығы u штрих. Демек бұл центрден итергіш күші mu штрих квадрат бөлінген r болады. Және де бұл жерде mg, мына бұрыш бізде фи болса, мынауды бізде фи болады. mg-дің проекциясын табамыз. Проекция. Мынау mg косинус фи. Сонда мынау fa. fa неге тең? mu штрих квадрат бөлінген r азайтылған mg косинус фи. Яғни mu штрих квадрат бөлінген r ол бізде m көбейтілген v плюс u квадрат бөлінген r азайтылған 10 mg бөлінген 3 азайтамыз. На косинус ол 2 бөлінген 3 mg болады. Сонда бұл күш 12 бөлінген 3 ол 4 болады. m v плюс u квадрат бөлінген r азайтылған 4 mg болады. Осымен біздің сабағымыз соңына келді. Ал жақсы сау болыңыздар. Жақсы оқушылар, енді жалғастырайық. Келесі есебіміз тыныштықта тұрған шарға тура сондай шар келіп тиді дейді. Былай келетті. Централды емес соқтығысу, яғни ол екеуінің центрі екі түрлі параллельді орналасқан. Осы кезде екеуінің арасындағы бұрыш қандай болады дейді. Массалары бірдей, m және m. Басында біз былай векторды былай сызайық. Мынау біздің бастапқы вектор. Соңында мына бірінші шарик былай жоғары қарай ұшсын, екіншісі төмен қарай кетеді. Сонда не болады? Мынау mv, мынау mv1, ал мынау mv2. Арасындағы бұрыш деген мына бұрыш. Мынау пи минус альфа болады. Енді импульс бойынша мынау косинус теоремасын қолданамыз. m квадрат v квадрат неге тең болады? m квадрат v1 квадрат қосылған m квадрат v2 квадрат азайтылған 2m квадрат v1 v2 көбейтілген косинус 180 азайтылған альфа. Так, сол кезде мына жерде массаларды қысқартып жіберейік. Және де косинус 180 азайтылған альфа неге тең?
косинус 180 көбейтілген косинус альфа плюс синус 180 көбейтілген синус альфа. Косинус 180 ол минус 1-ге тең, синус 180 0-ге тең. Осы минус косинус альфаға тең. В квадрат неге тең? В1 квадрат қосылған В2 квадрат қосылған 2В1 В2 косинус альфа. Энергияның сақталу заңы. Екеуі упругий удар дейді. Серпімді, абсолют серпімді соқтығыста энергия тоже сақталады. Бұл жерде бұларда тек кинетикалық энергия ғана бар. Так, В квадрат ол В1 квадрат қосылған В2 квадратқа тең. Демек, 2В1 В2 косинус альфа бізде 0-ге тең. Яғни, косинус альфа бізде 0-ге тең. Демек, альфа бізде 90 градус болады екен. Жақсы, енді келесі есеп. Қозғалмай тұрған шар қозғалмай тұрған В1 деген шармен, М1 деген шармен оған қарай қозғалып келе жатқан М2 деген шардың арасында шардың массасы неге тең дейді? Егер осы қозғалыстардан кейін, осы соқтығыстардан кейін шатасып тұр ғой неме? Суретте себебі М1 қозғалып бара жатыр, М2 қозғалмай тұр. Мына М2-ның жылдамдығы неге тең болады дейді? Жылдамдық неге тең емес? Максималды жылдамдық алу үшін масса неге тең? Бүкіл соқтығыстар централды және серпімді. Так, бұл максималды жылдамдыққа иелену үшін неге тең болу керек? Так. Бүкіл берген энергиясы мынау жарайды. Бірінші мына жағдайды қарастырайық. М1 В0 тең болады МВ қосылған М1 В1, сосын кинетикалық энергияларын жазайық. Енді М1 В0 азайтылған В1 бөлінген М тең болады В-ға. Осының квадраты В квадратқа тең. В квадрат неге тең? М1 В0 квадрат азайтылған В1 квадрат бөлінген М. Осы екі теңдеуден М1 квадрат бөлінген М квадрат В0 азайтылған В1 В0 азайтылған В1 тең болады М1 бөлінген М В0 азайтылған В1 В0 қосылған В1 дейміз. Сонда М1 В0 минус М1 В1 тең болады М В0 қосылған М В1. Сонда М1 азайтылған М В0 бөлінген М1 қосылған М тең болады В1-ге. Сонда В неге тең? В дегеніміз М1 бөлінген М В0 азайтылған В1, В1 дегенін мынаған тең. Мынаған енді М1 қосылған М-нан берейік. Сол кезде М1 қосылған М, азайтылған М1 қосылған М. М1-лер қысқарады, жоғары жақта 2М ғана қалады. В неге тең? М1 бөлінген М көбейтілген 2М В0 бөлінген М1 плюс М. М-дер қысқарады, сонда 2М1 В0 бөлінген М1 қосылған М.
Бұл осыған берілген жылдамдық v деген. Так, енді осы тағы бір бет керек бізге. Так, енді келесі. Тура осындай жағдай. Так, v жылдамдығы не болады? 2 m1 v0 бөлінген m1 қосылған m. Келесіде енді мына m деген массада v деген жылдамдық болады, ол емекке кеп соғылады, иә? Сол кезде мынаның жылдамдығы v2 неге тең болу керек? v2-ні жазамыз, ол 2 көбейтілген. Бұл жағдайда m1-дің орнына біз m-ді қоямыз, v0-дің орнына біз v-ні қоямыз, бөлінген m1 қосылған, m қосылған m2 болады. v-ның орнына мынаны қоятын болсақ, 4m m1 v0 бөлінген m1 плюс m m2 плюс m болады екен. Енді осы жылдамдық максималды болу керек. Осы жылдамдық максималды болу үшін біз өкінішке орай мына жерде программамыздан тыс бір метод қолданамыз. Ол біз туынды аламыз. Туынды. Так, m1 дегеніміз бізде a деген зат болады. m1 қосылған m, m2 қосылған m дегеніміз бізде b болады. Сонда a бөлінген b-ның туындысын нөлге теңестіреміз. Сонда a туынды b минус b туынды a бөлінген b квадрат тең болады нөлге. Значит, a туынды b тең болады b туынды a. Енді a туынды неге тең? Ол m1-ге тең. b туынды неге тең? Ол, так, бұны ашып жазайық. Ашып жазғанда бізде m1 m2 қосылған m1m қосылған m2 қосылған m квадрат болады. Осының туындысы m1 қосылған m2 қосылған 2m болады. Енді жазайық осыда m1 көбейтілген m1 m2 плюс m2m плюс m1m плюс m квадрат тең болады. Так, a-ның өзі m1 көбейтілген бұның туындысы m1 қосылған m2 қосылған 2m болады. m1 m1 қысқаратамыз. Жақшаны аш жүреміз. m1 m2 қосылған m2m қосылған m1m. Так, қосылған m квадрат тең болады m1 қосылған m2 қосылған 2m квадрат. m1 m2-лер қысқарады. Сонда m1 m2 m квадратқа тең. Демек масса бізде түбірасты m1 m2 болу керек екен. Өте жақсы. Енді келесі есепке көшеміз. Так, шариктер. m1 деген шариктің бастапқы жылдамдығы v1 дейді. m2 деген шариктің бастапқы жылдамдығы v2. Бұл екеуі бір сақинаның ішінде бір-бірімен соқтығысып жатыр. Бұлардың 1987-1988 соқтығыстан кейінгі жылдамдықтар неге тең болады дейді. Тағайты, ол екеуі бір-біріне қарай соқтығысып жатыр деп ойлайық. Сонда осыдан кейін жылдамдықтар неге тең болады екен көрейік. Так, m1. Так, мынаның жылдамдығын былай қарай. v3 дейік. Мынаның жылдамдығын v4 дейік. Импульс тең болады m2 v4 минус m1 v3. Кинетикалық энергиялар сақталады. Так, енді
любой біреуін жазайық. Мысалы, m1v квадрат плюс m2v2 квадрат минус m2v4 квадрат тең болады m1 көбейтілген v3 квадрат. v3 квадратымыз ол m2v4 қосылған m2v2 азайтылған m1v1 осының квадратын бөлеміз m1 квадратқа. m1-ді былай қарай жіберейік. m1 квадрат v1 квадрат қосылған m1 m2 v2 квадрат минус m1 m2 v4 квадрат неге тең болады? Мынаның квадраты a плюс b плюс s-ның квадраты неге тең болады? a квадрат плюс 2a b плюс s плюс 1 плюс s-ның квадраты. Сонда ол a квадрат плюс 2ab плюс 2ac плюс b квадрат плюс s квадрат плюс 2bs болады екен. Сонда бұл m2 квадрат v4 квадрат плюс m2 квадрат v2 квадрат плюс m1 квадрат v1 квадрат. Так. Плюс 2 m2 квадрат v2 v4 минус 2 m1 m2 v1 v4 минус 2 m1 m2 v1 v2 m1 квадрат v1 квадрат. Міне неге бірін қысқартып жібереді. Соң дальше бізде m2-лер бүкіл жерде бар, е? m2-лерден құтыламыз. И v2 квадрат v4 квадрат. Так, v4 квадрат m1 қосылған m2. Азайтылған, или қосылған ба? Азайтылған болсын 2 m1 v1 минус 2 m2 v2 көбейтілген v4. Сосын не бар? Азайтылған болсын m1 азайтылған m2 v2 квадрат тең болады 0-ға. Енді осы жерден дискриминантпен табамыз. v4 бізде неге тең болады?